Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте ерекше дәмді болып шығатын кесе самса әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең бірінші жылы суымызға тұзымызды салып, оның үстінен ерітілген сары майымызды құйып, тұзы ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң дайындап алған ұнымыздың үстінен құйып, орташа қаттылықта қамыр илейтін боламыз. Кесе самсамыздың ерекшелігі тандыр самсаның дәмі сияқты болып шығады. Өте сочный және дәмі ерекше. Дайындап көруге кеңес беремін. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді оны 20 минутқа тындыруға алып қоямыз. Одан соң біз ішіне салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін картошка, пияз, ет, құйрық май және де менде мұздатылған бұлғар бұрышы болды. Соны қосып жібердім. Және де помидорды қосып жіберсеңіздер, дәмі өте күшті болып шығатын болады. Ең бірінші картоплымызды осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Менде бұл жерде 3 орташа картоп. Сіздер 2 үлкен картопты пайдалансаңыздар да болады. Содан соң пиязымызды дәл солай картоп сияқты 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мінекей енді бұлғар бұрышын, менде бұл жерде 1 дана бұлғар бұрышы, оны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан соң дайын турап алынған құйрық майымызды және де етімізді салып, үстінен әртүрлі дәмдеуіштерден салып, менде бұл жерде зіра, қара бұрыш және де басқа да самсаға арналған дәмдеуіштер. Одан соң 1 шай қасықта тұзды қосып жіберіп, жақсылап араластырамыз барлығын. Одан соң тынып тұрған қамырымызды алып, 4 бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Және де тағы 10 минутқа тындыруға алып қоямыз. Енді зуаламыздан 2 бөлік кесіп аламыз. Біреуі үлкен, біреуі кішкентайлау. Және де зуаламызды жаямыз. Орташа қалыңдықта жайылу қажет. Мінекей зуаламыз жайып болдық. Енді оны осындай ыдысқа салып, ортасына салмамызды салатын боламыз. Сіздер кесені де пайдалансаңыздар болады. Өте әдемі болып шығатын болады. Салмамызды салып бастадық. Салмасын толтырып салудың қажеті жоқ. Өйткені біз самсаның астын түйетін боламыз. Мінекей әдемілеп түйіп шығамыз. Ал енді біз кесеміздің үстіңгі жағын дайындайтын боламыз. Осындай үлкен бөлігін жіңішке етіп, орап шығамыз әдемілеп. Енді самсамыздың беткі бөлігіне осылай орап, әдемілеп қоямыз. Және де кіші бөлігін жабыстырып қоятын боламыз ортасына. Және қызып тұрған пешке 180 градуста 40-60 минут аралығында пісіріп аламыз. Және де үстіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар.
Мінекей біздің кесе самсаларымыз дайын болды. Үстінен күнжіт сеуіп жіберсеңіздер де өте әдемі шығатын болады. Енді кесіп ішін көретін боламыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығатын болады. Мінекей өте күшті дәмді болып шыққан. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.